Ассалаумағалейкум достар, сіздермен пайдалы кеңес арнасы. Тез жүкті болуға арналған 7 амал. Бұл видеода сіздерге керекті пайдасы бар мәселені қозғайтын боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер және де каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Қалай ертерек жүкті болуға болады деген сұрақ көптеген жас келіншектерді, атап айтсақ тұрмыс құрғанына 5-6 ай болып, бірақ көтермей жүрген жас келіншектер мен бедеулікке ұшыраған келіншектерді қаттырақ алаңдатады. Енді біз сол сұраққа жауап боларлықтай 7 амалды назарларыңызға ұсынамыз. Ең бірінші амал дәрігердің тексеруінен өту керек. Егер тұрақты төсек қатынасына түсіп жүріп, бірақ жүкті болу мүмкін болмаса, дәрігердің тексеруінен өтіп, әртүрлі сараптамалар тапсырыңыз. Тексеруге еріңіздің де барғаны жөн. Себебі әйелдің жүкті бола алмауы өзіне ғана байланысты құбылыс емес. Дәрігерге барудың сыры мынада. Жүктіліктің басталмауына әйелдің бойындағы бала тууға қабілетті және жауапты ағзалардың түрлі инфекциялармен зақымдануы, түрлі білінбейтін індеттер мен еркектің шәуетінің ұрықтандыруға қабілетті болмауы, мысалы аз бөліну, ұрықсыз болуы себеп болады. Себебін дәрігер мамандардың тексеруінен өту арқылы анықтауға болады. Ескертетін жайт, кез келген дәрігер қан мен зәрдің сараптамасын жасап, сізге бала көтермеудің себебін айта алмайды. Білікті мамандарға қаралыңыздар. Екінші амал, зиянды әдеттерден құтылуыңыз керек. Темекі, спиртті ішімдіктер, есірткілік заттар әйелге де еркекке де кері әсер ету арқылы жүктіліктің жолын кесе алады. Темекінің түтінін зауыттарша бұрқыратып, арақты судай сіміретіндердің денсаулықтарын айтпағанда, перзент сүюлері әрқашан оңай болмайды. Мүмкін болса да зиянды заттардың зарары міндетті түрде болады. Балалы болу үшін темекі мен ішімдіктен бас тартқаныңызда бірден бала көтеруіңіз мүмкін болмаса, 1-2 ай шыдай тұрыңыз. Уланған ағза зиянды заттардан 2 айда айтарлықтай тазарады. Еркектің ұрық жасушалары жаңару үшін 2-3 ай уақыт қажет. Үшінші амал, жүкті болуға қолайлы күндерді анықтау керек. Етеккір циклін бақылап, оның ұзақтығы мен етеккір келетін күндерді есептеп, жүкті болуға қолайлы күндерді тауып алуға болады. Әр әйелдің етеккір циклі әртүрлі болатындықтан, жүкті болуға қолайлы күндері де әртүрлі болады. Бірақ есептеу әдісі бірдей. Жүкті болуға тиімді күндер келді деп, қалпақты аспанға атып қуанып, күн сайын жыныстық қатынасқа түсе беруге болмайды. Жыныстық қатынас күн сайын болатын болса, сперманың ұрықтандыру ықтималдығы төмендей береді. Ең тиімді жақындасу 2-3 күнде 1 рет жақындасу. Төртінші амал, салауатты өмір салтын ұстану. Бала көтеру кей әйелдер үшін бір орында отырып балық аулағандай болу емес. Жүкті болу үшін қимыл керек. Қимылдарға тек төсектегі қозғалыс жатпайды. Одан бұрын салауатты өмір салтын ұстану, яғни спортпен шұғылдану, сапалы тамақ жеу, сымбатты дене қалыптастыру сынды әрекеттер мен қимылдарды жасауға тура келеді. Дені сау және сымбатты әйелдің семіз немесе арық әйелдерге қарағанда жүкті болу ықтималдығы аз да болса артығырақ болады. Денсаулықтың жақсы болуы мен сымбатты дене жейтін тамақ пен қимылға байланысты. Дәрумендік терапия мен тамақтануды ұштастыра білудің бала тууға қатысатын ішкі жыныстық мүшелердің қызметін реттеуге тигізетін оң әсері бар. Сауатты мамандардан әйелдің репродуктивті мүшелеріне әсер ететін дәруменді терапия туралы сұрап біліңіз. Тиісті дәрумендерді қабылдаңыз. Бесінші амал, жүйкелік қиындықтардан арылыңыз. Стресс, депрессия және сол секілді жүйкеге ауырлық түсіретін көңіл күйлер мен кей адамдармен болатын қарым-қатынас әйелдің жүйке жүйесін шаршатады. Әйелдің әйел екенін ерекшелеп тұратын негізгі белгілері шашы, жыныстық мүшелері болса, әйелдің биологиялық әйелдік рөлін ми ерекшелеп тұрады. Етеккірдің келуі де сол мидағы безге байланысты, ал ми жүйке жүйесінің негізгі бөлігі. Стресс пен депрессияда жүрген әйелдің жүкті болуы мүмкін емес деп ешкім айта алмайды. Десе де жүкті болуға кедергі келтіретін әсерін ешкім жоққа шығара алмайды. Сондықтан жүйкеңіздің сау, көңіл күйіңіздің көтеріңкі болуына көңіл аударыңыз. Мына келін неге көтермей жүр деген түкке тұрғысыз сөздерге мән бермеңіз. Ондай сарындағы сөздер сізге көмектеспейді.
Алтыншы амал табиғи түрде жақындасу. Жыныстық қатынасқа түскенде әйелдің де еркектің де жыныс мүшелеріне арнайы майлар мен кремдер тағы сол сияқты артық заттарды пайдаланбағаны абзал. Жыныстық қатынас кезінде пайдаланылған жағатын, майлайтын заттардың құрамындағы қоспалар шәуеттің құрамындағы ұрықтануға мүмкіндігі бар сперматозоидтарды өлтіре алады. Оларды жатырға қарай өткізбей қояды. Өлген аталық ұрық жасушасы аналық ұрық жасушасымен қосылып ұрық түзе алмайды. Жетінші амал дұрыс жыныстық қатынас. Жыныстық қатынассыз жүктіліктің болмайтыны белгілі. Бірақ қандай жыныстық қатынас болу керек деген сауалға жауап іздеу біраз жайтты түсіндіреді. Жыныстық қатынастан соң бала көтеру үшін ол қатынас дұрыс болуы шарт. Ал дұрыс жыныстық қатынастың қандай болуы шарт? Жыныстық қатынасты тұрып та, отырып та, жатып та, қисайып та жасауға болады. Әйелдің жүкті болуы үшін қолайлы позаларды білу көп көмек тигізеді. Қатынас барысында түрлі күйде болуға болады. Ең маңызды жайт еркектің жыныс мүшесінен сперма бөлінетін шақтағы күйдің жүкті болуға тиімді күй болуында. Нақтырақ айтқанда, еркек тояттаған сәтте жүкті болуға қолайлы позада болу керек. Құрметті достар, видеоның соңында каналға жазылуды ұмытпаймыз.